Аса рахымды, мейірімді Алланың атымен бастаймын. Аллаға мадақ және оның елшісі Мұхаммедке Алланың игілігімен сәлем болсын. Ханафи мазхабының үлкен ғұламаларының бірі Абдул-Фаттах Абу-Ғудданың «Ислам әдебі» атты кітабынан сабақтарымызды жалғастырамыз. 10-шы әдепке кеп тоқтадық. «Ла туназиъ мудифака ау ахака фил макани лази юджлисука фихи мин манзили, бәл ла тажлис илля хайсу юджлисук». Қонаққа келген кезіңізде үйдің иесі, шаңырақ иесі сізді қай жерге отырғызатын болса, сіз сол жерге отыруыңыз керек. Өйткені, егер де сіз өзіңіз бір орынға отырып алатын болсаңыз, ол үй иесін ыңғайсыз жағдайға қалдырып қоюы мүмкін. Мысалы, сіздің отырған жеріңізден үйдегі бір ыңғайсыз болған жағдайлар сіздің көзіңізге түсіп кетуі мүмкін. Сондықтан үй иесі, шаңырақ иесі сізді қонақ қылып шақырғаннан кейін қай жерге отырғызатын болса, әдеппен сол жерге отыру керек. Танымал сахаба Ади ибн Хатимнан келген деректе ол кісі «Аннаху қадима алин наби саллаллаху алейхи ва саллям фа акрамаху бил джулуси аля висада». Ади ибн Хатим айтып жатыр, мен Алла елшісінің, Алланың елгімен сәлем болсын, үйіне қонаққа келіп едім. Ол кісі мені көрпенің үстіне отырғызды. «Уаджаласа Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям алал арды». Ал Алла елшісі болса, Алланың елгімен сәлем болсын, өзі жерге отырды дейді. Яғни келген қонақты құрмет көрсетіп, оны көрпенің үстіне шығарса, ол жерге отырды дейді. Бұл жерде жалпы хадис дегенде арабтың тілінде висада деген сөз біздің тілмен айтқанда жастық. Яғни біздің түсінігімізде жастық ол бір жататын немесе шалқайған кезде бір сүйенетін бір құрал ретінде қолданатын болса, араб елдерінде кейбір арнайы жастықтар бар, үстіне отыруға арналған. Ади жалпы осы жағдайды басқаша бір қырынан ашқан екен. Жаңа жоғарыда келген хадистің басқаша бір сырын былай деп айтады. «Thumma mada bi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta idha dakhala baytahu tanawala wisadatan min udumin mahshuvatan lifan». Мен дейді, Алла елшісімен, Алланың елгімен сәлем болсын, оның үйіне бірге кірдім дейді. Кейін ол теріден жасалған жастықты алды дейді. Ол уақыттарда жастықтар теріден болған. Ол сырты теріде, іші құрманың жапырақтарымен толтырылады екен. Яғни ол біздің қазақтың әдетіндегі бір сүйеніп отыруға арналған құрылғы есептелсе де, бір жағынан біздің тілмен айтқанда көрпе сияқты қолдана береді екен. Ади айтып жатыр, маған Алла елшісі, Алланың игілігімен сәлем болсын, сол теріден жасалған жастықты берді де, былай деп айтты: «Иджлис аля хадихи», мынаның үстіне отыр деп айтты дейді. Мен айттым: «Бәл әңті фәжлис алейха». О Алланың елшісі, сіз отырыңыз, мен отырмай қойын, сіз отырыңыз деп едім. Алла елшісі: «Бәл әңт», жоқ, сен отыр деп мені отырғызып қойды дейді. «Фәжаласту алейха ва жаласа Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям бил ард» дейді. Мен дейді пайғамбарымыздың көрсеткен орнына отырдым, яғни теріден болған жастықтың үстіне. Ал Алла елшісі болса, ол өзі жерге отыра қалды деген екен. «Уәлә тәжлис фи мәкәни сахибил манзили илля иза даъака илал джулуси фихи». Жалпы кейбір үйлерде үй иесінің отыратын арнайы орны болады. Мұсылман адам үйге кірген кезде, егер үй иесінің белгілі отыратын орны болса, оған егер отыр деп айтылмаса, ол жерге отырмау керек. Алла елшісі, Алланың игілігімен сәлем болсын, бір хадисте: «Ла яуманна раджулу раджула фи султанихи ай манзилихи ва макана султатихи ва ла яқут фи бейтихи аля такриматихи илля би изних». Яғни бір адам екінші бір адамның үйінде басшылық қылмасын дейді. Яғни мысалы бір адам екінші адамның үйіне барған кезде, қонаққа барған кезде, шаңырақ иесінің үстінен басшылық жасамасын. Немесе ол үйге бір ел қылып алып, сөзін жүргізбесін деген мағына ғой. Сонымен қатар, үй иесінің орнына рұқсат бермесе, қонаққа келген адам отырмасын дейді. Бұл хадисте бізге Алла елшісі ашық түсіндіріп берді. Егер үй иесінің өзінің ашық отыратын орны болатын болса, ол рұқсат бермесе, ол орынға әсте отыруға жол жоқ. Хадисте келген такрима деген сөздің мағынасы «Әл-мауди'ул хассу ли джулуси сахибил бейти min firashin ау саририн ау нахуихима дейді. Хадисте келген такрима дегеніміз бұл үй иесінің арнайы отыратын орны.
бұл төсектен болуы мүмкін, немесе бір арнайы үстел болуы мүмкін, немесе осыған ұқсас бір арнайы орын болуы мүмкін. Келесі 11-ші әдеп: «Ида дахалта байт ахика ау садиқика вақ'адаха фихи ау намака фихи фала татафаққадху бибасарика тафаққудал фахисил мумаххис». Егер де сіз бауырыңыздың немесе досыңыздың үйіне кірсеңіз, егер де ол кісі сізді мына жерге отыр деп белгілі бір жерге отырғызатын болса, немесе ол үйде түнеп қалатын жағдай болса, осы жерге жатыңыз, демалыңыз деп арнайы орынды көрсетіп беретін болса, мұсылман адам көзін әр жаққа, әр түрлі жаққа жүгіртпеу керек. Яғни ол үйге кірген кезде бір тексеруші адам іспеттес сияқты, немесе бір сол үйдегі бір айыпты, бір кемшілікті іздеген адам сияқты көзді оңды солға жүгіртпеу керек дейді. Одан да дейді, сіз бір жерге отырғызатын болса, немесе бір арнайы орынға демалыңыз деп жатқызатын болса, адам өзінің көзін тыю керек дейді. Яғни көз әр түрлі жаққа кетіп қалмау керек. Мұсылман адам осыған қатты бекем болу керек. Имам Абу Ғуд да бұл жерде бір қарапайым бір әдептерді айтып жатыр. Мысалы, жабық тұрған арнайы ыдыстар болса, оны ашпау керек. Мысалы, сандық болуы мүмкін, немесе арнайы бір сөмкелер болуы мүмкін, немесе бір арнайы бір оралған бір заттар болуы мүмкін дейді. Жабылған. Бұл ислам әдебі, бұл нәрселерге рұқсат болмаса ашып көруге біздің ешқандай құрмет жамағат біздің құқымыз жоқ. Яғни бізді үйіне шақырып құрмет қылып жатыр ма, мұсылман адам осы жақсылыққа жақсылықпен қайтарып, оған әсте зұлымды жасамау керек. Рұқсатсыз еш нәрсеге қолыны созуға болмайды. Соттан әрбір адам қонаққа баратын кезде қонаққа бару әдебін білу керек, көркем мәміле жасалу керек. Сол уақытта сізді қонаққа шақырған адаммен сіздің араңызда бір шынайы, бір сүйіспеншілік, шынайы бауырмашылық болады. Алла баршамызға жар болсын, Алла баршамызға көркем түрде әдеп бергей.